Жұмекен жырдың айдыны кең, аспан асқақ. Өз сөзімен айтқанда, бұтақтары биікте, тамырлары тереңде. Бұл қазақ әдебиетіндегі поэзия мен драматургия салаларында жемісті еңбек еткен қарымды қаламгер Нұрлан Оразалиннің пікірі. Жұмекен ақынның айрықша құбылыс болған өлеңдері әлі күнге дейін маңыздылығы мен өзектілігін жойған жоқ. Сенің поэзияң ертеңгі күннің поэзиясы. Бұл ақын Қадыр Мырзалиннің Атыраудың Қошалағында туып, аталашқа танылған Жұмекен Нәжмеденовке айтқаны. Осы орайда өлеңдері оқығанның ойын жаулап сөйлеп кетсе тыңдарманның бойын баураған, қазақтың айбоз ақыны Кемеңгер Кекілбаевтың өзі айтман деп ат қойған Светқали Нұржан Жұмекеннің Атақ деген немене өлеңін оқып, жыр сәлемдемесін жолдады. Атақ деген немене өлеңі Жұмекен Сабырұлының 1970 жылы жарық көрген күй кітабы атты басылымына енген. Шайыр өз кезегінде челленжді Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, филология ғылымдарының докторы, қазақ әдебиеті мен журналистикасында өзіндік орны бар Бауыржан Жұмаханұлына жолдады. Қазақтың аса көрнекті ақыны Жұмекен Нәжмеденов Сабыриденұлының 85 жылдығына орай өлең оқу эстафетасын қазақтың жас ақыны Асыланбек Шығырып балам маған жолдаған екен. Соған байланысты бір өлеңін оқып берейін. Атақ деген немене, ақ жорғама деп қалам, әр тақымда бір шауып, бір тақымға тоқтаған, мен де мінем демекші бүтін бол, дұрыс болса топшылау, адам мінер өңдеңді бүтін арқа жоқ шығар. Байлық деген немене, сараңдыққа деп қалам, жайған қолға тоқтамай, жұмған қолға тоқтаған, мен де болам демеші, екі көздің құны не, екі көзің бітсегер, жаңғалтаңның түбіне. Бақыт деген немене, сұлу қыз ба деп қалам, әр жігітпен бір билеп, бір жігітке тоқтаған. Менімен де бір билеп кетпеді деп күймеңіз, шақырушы көбейсе, шықпайды ғой биге қыз. Енді осы эстафета челленжді өзімнің ескі достарым, Қазақ Республикасы президентінің кеңесшісі Бауыржан Жұмаханұлы Омаров пен Талғат Батырхановқа және қостанайлық жас ақын Абылай Маудановқа ұсынамын. Сондай-ақ қазақтың ұлы ақыны Жұмекен туған топырақта түлеген республикалық мүшәйралардың жүлдегері сыршыл ақын, қаламы қарымды журналист Бақытгүл Бабаш Жұмекен шайырдың жұмсамаңдар достарын дәрігерге туындысын оқып, челленжді іліп әкетті. Фаризаның талантты шәкірттерінің бірі Бақытгүлдің өлең өлкесіндегі орны ерекше. Біртуар тұлға Фариза Оңғарсынованың өзі өнерін бағалап, биікке көтерген ақын қыз жыр сәлемдемесін қаламгер замандастарына жіберді. Жұмсамаңдар достарым, дәрігерге танысқанмын дәрінің бәрімен де, дала деген докторға көрінейін, емделейін одан да бар белге. Ұсақ түйек ауруға шыдап денем, шыдамыммен талай қаунап келем, дала деген докторға көрінейін, профессор емдесін, жұбат деген. Мен емдейді, емдесін өлең мейлі, ауыл барсам асауған төмендейді. Менем дейді шырылы боз торғайдың, қурайлардың сыңы менем дейді. Елде ғана айғам, арыл алам, сырқауымнан еш дәрі дары маған дәрі, бір жұтым құм самалы, құдық суы бір қауға, дәрі маған. Уколыңды қоя тұр жаңа мына, лай салма қантамыр каналыма, қошалағым дайындап қойды болын, ақ тікеннің шөңгесін табаныма. Жұмсамаңдар достарым, дәрігерге, елге жетер қуат бар әлі менде, дала деген тәуіпке көрінейін, емделейін одан да бар белге. Көрнекті ақын Жұмекен Нәжмеденовтың 85 жылдығына орай Атырау облыстық телеарнасы бастаған жыр керуенін белгілі ақын замандастарым Қалқаман Саринге және Ерлан Жүніске жолдаймын. Әдебиет әлемінде өзіндік өрнегін салып кеткен Жұмекен ақынның жан дүниесіне терең бойлап, өмірі өлең болып өрілген сәттеріне көз жүгірткен Атырау телеарнасының бастамасына сізде атсалсыңыз. Жұмекен 85 эстафетасын іліп әкетіңіз. Нұрислам Құмар, Атырау телеарнасы.